Баршаларыңызға қайырлы күн, сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осылай бір жасағаннан қытырлақ болып шығатын және де өте дәмді болып шығатын вафлидің рецептісімен бөлісемін. Видеоның керекті жерлерін жіберіп алмас үшін видеоны өткізбей соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Алдымен құрғақ таза ыдысымызға 4 жұмыртқамызды және де шекер салып, миксердің жай жылдамдығымен жақсылап араластырамыз. Бұл жерде миксермен ұзақ уақыт шекермен жұмыртқаны араластырмаңыздар. Барынша тез-тез біркелкі масса етіп араластырып алсаңыздар жеткілікті. Келесі кезекте ертілген сармай қосамыз. Кез келген сармайды қоссаңыздар болады. Мендегі сармай станичный деп аталатын сармай. Сармайды қосқаннан соң тағы да миксердің жай жылдамдығымен жақсылап бір араластырып аламыз. Келесі кезекте електен өткізілген ұнды қосамыз. Міндетті түрде ұнды електен өткізіп алып қосыңыздар. Және де барлығын бірден салып жібермеңіздер. Барынша бірнеше бөлікке бөліп салыңыздар. Біздің массамыз осы видеодағыдай қоюлықтағы қоймалжың масса болуы қажет. Құрметті көрермендер, егер осы рецепт ұнап жатса, видео пайдалы болып жатса, каналымның алға қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдырсаңыздар, өте қуанышты болар едім. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің массамыз осындай қоюлықтағы масса болып шығуы қажет. Келесі кезекте вафли пісіретін құрылғымызды алдын ала жақсылап қыздырып дайындап қоямыз. Және де жаңағы дайын болған массамыздан бір ас қасық толтырып салып, шамамен 5-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Вафлиміз піскен кезде ыстық күйінде бірден формаға салып орап алыңыздар. Себебі суып қалса, біздің вафлиміз қатты болып, формаға салуға ыңғайсыздық тудырады. Сол себепті ыстық күйінде бірден тез-тез орап тастаңыздар. Барлық вафлимізді осылай бір ас қасықтан толтырып салып, 5-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Бұл жерде ең маңыздысы ыстық күйінде бірден формаға салып орауларыңыз қажет. Себебі суып қалса, біздің вафлиміз қатты болып, оралмай қалады. Сол себепті барынша мұқият болыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, мен ыстық күйінде бірден орап жатырмын. Себебі ыстық күйінде осылай жұмсақ болып тұрады және де орауға да ыңғайлы. Құрметті көрермендер, вафлидің құрамдарын, грамдарын барлығын видеоның описание бөліміне жазып қалдырамын. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде де бірден жасағаннан шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің вафлиміздің барлығы пісіп дайын болды. Қытырлақ, өте дәмді және де бір жасағаннан шығатын ең сәтті рецепттердің бірі. Міндетті түрде видеоны сақтап алып, жасап көріңіздер. Сіздерге, сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған әсел, баршаларыңызға рахмет.